Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы тесттер талдайтын боламыз. Бұл біздің 76-шы видеомыз тесталда бойынша. Осылайда 75 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Құрметті достар, біз 21 күннен кейін оралдық. YouTube арнаға көптеген жаңа тесттер шыққан шығар, біз білмейтін көптеген медициналық штраф сұрақтары көп шыққан шығар деп ойлаймын. Және де құрметті достар, осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, яғни сатып алғыларыңыз келсе, менің WhatsApp номерім комментарияда бекітілген. Егер де жағдайларыңыз осындай болмасын десеңіздер, яғни автосон тестінен қадалып қалғыларыңыз келмесе, міндетті түрде осы сайтпен дайындалыңыздар. Мен сіздерге 100% гарантия беріп, және 100% автосонда келеді. Бізде барлық категориялар бар. 100% тесттен өтесіз. Және өзім жеке консультация беретін боламын WhatsAppта, осы сайтты сатып алған жағдайда. Және де Телеграмдағы сұрақтар беріледі сыйлыққа, және автодром приложениесі беріледі. Важенеге көмегі бар. Автодромда барлық Қазақстанның карталары бар. Соны автодром картасын жаттап алуға көмектеседі. Және, құрметті достар, осы pdd.test.kz сайты барлық қалаға жарайды. Барлық категория бар. Егер де алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номер бекітілген. Давайте ешқандай қиындатпаймыз. Тіпті автосонға кіретін жерде осы сайттың QR коды болады. Значит, автосондағылар сізге айтып тұр, осымен дайындалыңыздар, ешқандай қиындатпаңыздар. Кейбір адамдар болады, мен базардан 500 теңге кітап алып, сонымен дайындаламын. Жоқ, ондай жоқ, ол кітапта ешқандай штрафтар жазылмаған, ешқандай медициналық сұрақтар жоқ. Бар шығар кейбір кітаптарда, но барлығы жоқ та. Сіздің іске гарантия бермейді ол 500 теңге кітабы. Лучше ақшаларыңызды аямай, осы сайтпен дайындалыңыздар. Маған кейбір адамдар жазады, давайте мен потом алам, анау-мынау деп тұрады, 2-3 айдан кейін маған жазып тұрады. Мен тестті сатып алайын деп едім. Мен қадалып қалдым, уже 3-ші попыткаға келдім. Сен сатып алайын деп, сразу сатып алады. Ақшасы ешқандай қымбат емес. Почти көбісінің ақшасы жетеді осы сайтқа. Ешқандай қымбат емес, өте арзан. Және біз сіздерге жеңілдікпен беретін боламыз осы сайттан қарағанда. Өйткені бұл сайт біздің жеке серіктесіміз. Ал көп сөйлеп қойдық, тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ, қай белгіні орнатқанда жүргізуші қарама-қарсы көлік құралдарына жол беруі керек? Әрине, бұл жерде бізде екі, сразу көрінді. Бұл жерде былай, екіде қара ұзын, бізде ол бірінші өтеді. Қысқасы қызыл. Қызыл всегда жол береді, қара бірінші өтеді. Екі. Бұл бізде тар жолдарда орнатылады осы белгі, қарсы жүру басымдығы белгісі. Бағдаршамдар жұмыс істемеген кезде көлік құралдары жол қиылысынан қандай реттілікпен өтеді? Қандай реттілікпен өтеді? Қараңыздар, басты жолда кім? Мотоцикл жүргізушісі. Және жол беріңіз белгісі трамвайдың алдында, ат арба. По-любому мотоцикл өтеді бірінші. Қараңыздар, мотоцикл өтуі керек. Одан трамвай, мотоцикл өтеді, және соңынан ат арба жүреді дейді. Так. Трамвай, мотоцикл, ат арба. Трамвайда жол беріңіз белгісі орнатылған. Значит, бұл жерде бізде былай. Ат арба жақта да. Так. А белгісін белгіледім. Қазір бізде интернет желісі қатып жатыр. Жауабымыз дұрыс, құрметті достар. Мен тупы тұрдым да, жол белгілеріне қарап қоя салдым. Мінеке, ат арба жақтарда бізде басты жол белгісі орнатылған, бағдаршам жасамай тұр, ешқандай істемей тұр. Значит, біз жол белгілерінен бағынамыз. Жаңа, құрметті достар, сосын автосон тесттеріне маған хабарласқыларыңыз келсе, комментарияда тұр WhatsApp номер. Соған жазыңыздар. Осы белгінің әрекеті қандай көлік құралдарына таралады? 15 тонна. Жалпы массасы, бұл жерде бізде жалпы массасы, жүк көтергіш емес, 15 тоннадан асатын көлік құралдары үшін. В жауап бізде дұрыс. Қайта қатар түзеу кезінде қандай реттілікті ұстануы ұсынылады? Қайта қатар түзелу. Бірінші бізде бұрылыс көрсеткішін жағамыз, сосын айнамызға қараймыз, сосын маневрді орындаймыз.
Алдын ала бұрылыс көрсеткішін жағып қоясыздар. Арттағы адам білу үшін, что мынау не істейін деп жатыр, мынау бұрылайын деп жатыр ма, барлығын біліп отыру керек артта келе жатқан адам. Сіз кері бұрылуды орындай аласыз дейді. Тура кіруге тыйым салынады белгісінің алдынан 5. Одан барып өтеміз де. Б-ны таңдаймыз тек Б жолымен. Жүргізушілер тыйым салу сигналы қосылғанда міндетті. Тоқтау сызығының алдында тоқтаймыз. В жауабы бізде дұрыс. Сары автомобиль өте дұрыс тоқтап тұр. Басып бұзуға тыйым салынады эстакада көпірлерде, эстакадарларда дейді. Барлығын оқымай қойын, давайте оқып алайық барлығымыз өзіміз. Так, басып бұзуға болмайды, бізде көпірлерде жоғарыда аталған барлық жағдайларда деп ойладым, бірақ мен жауап бізде дұрыс емес. Жаяу жүргіншілер жүргенде, жаяу жүргіншілер өткелдерінде дейді. Д варианты бізде дұрыс екен. Осы сұрақта скрин жасап алыңыздар, білмейтіндеріңіз болса. Пневмоторкс белгілері. Пневмоторкс ол бізде пневмония, өкпенің қабынуы, өкпеге қатысы бар. А вариантын белгілей берейік. Ол дұрыс сияқты. Барлық ақпаратты беріп тұр. Бағдаршамның қызыл және сары сигналдарының қосыла жануы нені білдіреді? Қызыл және сары сигналдары қосыла жануы, яғни бірге. Қозғалысқа тыйым салады және бағдаршамның сигналы ауысатынын ескертеді. Жасылға ауысатынын ескертіп тұр. Екеуі бірге жанса. Жеңіл автомобиль жүрісін қандай бағыттар жалғастыра алады? Бұл жерде бізде бұл автомобиль солға бұрыла алады және кері бұрыла алады. Бірақ мен бағдаршамға қарасаңыздар, тура және оңға ғана жүруге рұқсат етіледі екен. Сондықтан қозғалысқа тыйым салынады бұл автомобильге. Сол орында қатып қалады. Рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 3,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін айдың жұп күндерінде тек белгінің алдына қандай белгілермен тоқтап тұруға тыйым салынады? 3,5 тоннаға дейінгі дейді. Так. 1 мен 2. Особо ойланғым келіп тұрған жоқ. 1 мен 2. Так. Бұл жерде бізде жұп күндері ғана дейді. 2 мен 4. 2 мен 4. Бізде қате жауап. Ана белгі бізде 3,5 тоннаға дейінгі жүк көліктеріне үшін тоже қатысы бар, е? Жауап қате 1 мен 2. Бақылау пунктінің жанында аялдамай өтуге тыйым салатын белгі. Бақылау пункті 3 кеден сияқты. А варианты бізде дұрыс. Өте оңай сұрақ. Дорожный знак 3. Таможня. Запрещается проезд без остановки у таможни или контрольного пункта. Осы белгінің қолдану аймағында қозғалған кезде жүргізуші қозғалыс жылдамдығын көбейтеді және оны тез өтуге тырысады. Қозғалыс жылдамдығын төмендету және аса бай болу, жолды және одан тыс жерлерді бақылауға тиіс дейді. Мен ойымша 2 мен 3. А варианты бізде дұрыс. 2 жауап бізде дұрыс болып тұр бұл жағдайда. Жабайы жануарлар белгісі дейді. Мотоцикл жүргізушісі тежеуіш сигналдары болмаған немесе жарамсыз болған кезде қандай сигнал беруге тиіс дейді. Мәселе бізде жаңа сұрақ. Так. Қай жауап бізде дұрыс? А вариантын айта салдым. Жауап қате, С варианты бізде дұрыс екен. Мынау бізде жаңа сұрақ, құрметті достар. Бәріміз оқып алайық, дұрыс жауабын қарап алайық, жаттап алайық дегендей. Ескереміз келесіде.
15. Ақ автокөлік жүргізушісі көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызуға рұқсат етіледі ме? 50 метрден кейін дейді. Рұқсат етіледі. Автокөліктердің тротуарлармен немесе жаяу жүргінші жолдармен жүруіне рұқсат етіледі ме? Автокөліктен тротуарлармен дейді. Так, бұл жерде бізде С вариант дұрыс. Неке оқып алыңыздар. Андай сауда және магазиндерге тауарлар жеткізу мақсатында болады. Осылай айта салайын, бәрін түсіну үшін, оқып жүру үшін көп уақыт кетеді. Велосипедшіге маршрут көліктері үшін бөлінген жолақпен жүруге рұқсат етіледі ме? Так, велосипедшіге маршрут көліктері үшін бөлінген жолақпен жүруге рұқсат етілетін тыйым салын. 14 жастан асқан адамдарға рұқсат етіледі дейді. Мәселен. Бұндай да бар екен ғой бізде. Көрдіңіздер ме? Осындай бар ма жаңа кітаптарда? Әрине жоқ. Осылай постепенно жаттай бересіздер, қателесесіздер. Ничего, нормально. Сосын қайтадан жауап бересіздер. Берілген жағдайда көк жеңіл автокөлік жүргізушісі басып оза алады ма дейді. Басып оза жоқ, әрине. Жоқ. Тіркеп сүйреу арқылы сүйретіліп келе жатқан жеңіл көлікпен адамдарға тасымалдау тыйым салынады. Ой. Құрметті достар, мен дұрыс оқымадым. Бұл жерде машинаны сүйреп келе жатыр ғой. Мен ойладым, тупа андай тіркейтін бар ғой. Тіркеме. Содағы адамдарға отырғызып алуға бола ма деп. Дұрыс емес, әрине. Мен қателесім. Осы жол белгісі нені білдіреді? Жасанды бұдырлық орнатылған жолдың учаскесі. Жауап дұрыс. Қысқа мерзімді жұмыстар жүргізу орнына дейінгі қандай қашықтықта жол жұмыстары белгісі орнатылады?